Саламатсыздар ма балалар, бүгін бізде 4-ші сынып математика сабағы 111-ші сабақты бастаймыз. Бөлшектерді қосу және азайту. Бірінші есепке қараймыз, сұрақтарға жауап бер. Суға төгілген 5 литр мұнай өнімінің су бетінде 50 метр квадрат жұқа қабыршақ түзетінін білесің бе? Төгілген 20 литр жанармай қандай ауданда жауып қалады? Мұнай тасымалдайтын танкер апатқа ұшыраған жағдайда не болуы мүмкін дейді. Бізде яғни 50 литр 5 литр мұнай судың бетіне төгілсе 50 метр квадрат яғни жауып алады, сонда бізде 20 литр табуымыз керек. Ол үшін 50-ді бөлеміз 5-ке 10 метр квадрат. Бұл бізде 1 литр мұнай. Енді 20-ны көбейтеміз 10-ға 200 метр. Сонда 20 литр мұнай төгілсе судың бетіне 200 метр квадратты жаулап алады екен. Келесі бізде екінші есепте дейді. Мына жерде қарасаңыздар, бөлімдерінің барлығы бірдей, 45, 45, 45, мына жерде 250, 190, 67, 56 және 300. Енді біз сонда алымдарын қосып азайтатын боламыз. Алдымен бізде 23, 12, 21 деген сандарды алымдарын қосып азайтсақ, бізде 45-те 32 деген сан шығады. Келесі бізде жақшанышын орындап аламыз. 250-ді 79 болады. Енді 100-ден 109-дан 79 азайтсақ 30 болады. 250-ді 30-қа тең. Келесі тағы да жақшанышын бірінші орындаймыз. Сол кезде 190-да 20-ға тең болады, жақшанышы. Енді 57-ден 20-ны азайтсақ 37-де 190-ға тең. Келесі бағанды орындаймыз. Ол жерде де бөлімдері бірдей, алымдарын қосып азайтамыз. Тағы да жақшанышын орындаймыз. 67-де 60 болады. Енді 35-ке қосамыз 6-ны, 67-де 41 болады. Келесі тағы да жақшанышын орындаймыз. 56-да 50 болады. Одан 29 азайтсақ 50-ден, сонда 56-да 21-ге тең. Келесі бізде тағы да бөлімдері солай қалады. Алымдарын 190-на 150-ді азайтсақ 40 болады, 300-да 40. Енді 203-тен 40-ты қоссақ 243 болады. Бөлімі 300 болады. Келесі бізде үшінші есеп теңдеулерді шеш дейді. Бізде 80-де 72, x азайту 80-де 12 тең 80-де 15. X-ті жақшанышын сыртқа шығарамыз да 72-ден 15-ті азайтамыз. Сонда 57, 80-де 57 болады. Енді x-ті табамыз. Ол үшін 57-ге қосамыз 12-ні, сонда 69. X тең 80-де 69-ға шыққан мәнді орнына қойып тексереміз. Келесі бізде мына жақшаның ішіне шығарамыз x-пен қосып, және 116-дан 24-ті азайтсақ 128-де 92 болады. Енді x табамыз. 92-ден 41-ді азайтамыз. X тең 125-де 51-ге тең. Шыққан мәнді қойып орнына тексереміз. X мына жерде тұрады. Келесі теңдеу бізде x қосылған 57, 50-де 7. Мына жерде 33-ке 27-ні қосып аламыз. Сонда 50-де 30 болады. X-ті табамыз. 30-дан 7-ні азайтсақ 50-де 23. X-ті мәні табылды. Шыққан мәнді орнына қойып тексереміз. Мына жерде бізде 40-та 4, 40-та 16-ны бірге қосамыз. Сонда 40-та 20 шығады. 31-де 40-та 31-ге 40-та 6-ны қосамыз. 31-ге 6 қоссақ 37, 40-та 37. Енді y табамыз. Ол үшін 37-тен азайтамыз 20-ны. Сонда y-тен 40-та 17-ге шыққан мәнді орнына қойып тексереміз. Келесі бізде 4-ші есеп. А нұсқасы бөлшкенің өз көлемінің 15-те 12 бөлігіне су құйылған. Таңертең бақша суару үшін осының 15-те 8-і жұмсалды. Ал кешке қайтадан бөлшкенің өз көлемінің 15-те 11-і су құйылды дейді. Бөлшкенің қандай бөлігі суға толтырылған? Алдымен берілгенін жазамыз. Яғни біріншісі бізде 15-те 12 бөлігіне су құйылған болса, жұмсалды 15-те 8-і. Екінші тағы да 15-те 11-іне құйылып, сонда қаншасы толтырылды дейді. Біз алдымен 12-ден 8-і азайтамыз, сонда 15-те 4 болып қалады. Енді толтырылған табу үшін 15-те 4-тен қосамыз, 15-те 11-ді өткені, екіншісінде құйылған 15-те 11. 4-ке 11-ді қоссақ 15, сонда 15-те 15 бізде 15-те 15 бөлігі толтырылған екен. Келесі бізде А нұсқасында балық өсіру үшін
су қоймаға шабақтар жіберілді. Алдымен барлық шабақтың 128-де 45 бөлігі, содан соң тағы 128-де 65 бөлігі, одан кейін тағы 128-де 10 бөлігі жіберілді. Су қоймаға барлығы қанша шабақ жіберілді дейді. Так, бізде алдымен 128-де 45, содан кейін 128-де 60 бөлігі, одан кейін 128-де 10. Барлығын табу үшін мына 45, 65, 10 дегеннің барлығын қоссақ, сонда 120 шығады, бөлімі 128 болып қалады. Сонда 128-де 120 шабақ жіберілген екен. Келесі бізде 5-ші есеп, есепті шығар. А нұсқасында ыдыстың 5-тен 1 бөлігі салынған, балықтарға арналған жем 1000 грамм тартады, ыдыс толы жем қанша тартады дейді. 5-тен 1 бөлігі, бізде 5-тен 1 бөлігі 100 грамм болса, ыдыс толы қанша грамм? Шешуі 100 граммымызды көбейтеміз 5-ке 500 грамм, сонда ыдысымыз 500 грамм тартады екен. Келесі бізде А нұсқасында балық шаруашылығына 128 балық әкелінді. Әкелінген балықтардың 8-ден 1-і шұбар балық құрайды. Барлық балықтың 32-сі көксерке, ал қалғаны мөңке. Неше мөңке әкелінді дейді. Бұл жерде біз мөңкенің санын табамыз. Әкелінді 128 балық, шұбар балық 8-ден 1-і, көксерке 32 балық, мөңке белгісіз. 128-ді бөлеміз 8-ге, 16 бұл бізде шұбар, 8-ден 1-і деп тұрғанымыз, сонда 16 екен шұбар. Енді мөңкені табамыз. 128 бізде әкелінген, 16 бізде шұбар, мінекей шықты. 32 бізде көксерке, екеуін қосамыз 48. Енді барлығынан сол көксерке мен мөңкені, шұбар балық пен көксеркені азайтып тастаймыз. 48 шықты ғой. Сонда 128-ден 48-ді азайтсақ, сонда 80 бізде 80 мөңке әкелінген екен. Келесі бізде 6-шы есеп. Есепті шығар. Арман ақшасын санап, егер менің ақшама ол ақшаның жартысына және 20 теңге қосса, менде 110 теңге болады деп пайымдады. Арманның қанша ақшасы болған? Так, бізде 6-шы А есебінде 110 теңге деп пайымдады. Одан 20 теңгені алып тастаймыз, 90 теңге. Демек, 90 теңгені бөлеміз 3-ке, сонда әрбірі 30 теңгеден болып тұр. Мына жерде бастапқыда 60 теңге болса, онда тағы да оған 30 теңге. Сонда 30 теңгеден болып тұр әрқайсысына. 60-ты қосамыз, 60 бөлінген 2 қосу, таған 20 теңге, сонда 110 теңге. Бастапқыда 20 теңгесі болған екен бізде. Екінші бізде 6-шы А нұсқасында 6-шы А тапсырмаға ұқсас есеп құрастыр дейді. Егер менің ақшама ол ақшаның 3-тен 1 бөлігі және 20 теңге қосса, менде 100 теңге болады. Менің ақшама қанша ақшам болды? Бастапқыда 100-ден азайтамыз 20-ны, яғни пайымдағы 100 теңгеден 20 теңгені азайтып тастаймыз. Оған 20 теңге қосса деп тұр ғой. Сонда 80 теңге болды ма? Енді 80 теңгені бөлеміз 4-ке, 20 теңге. Сонда 60 теңгені қосамыз, 60-ты бөлеміз 3-ке, қосамыз 20 теңгені, сонда 100 теңге болады. Жауабы 60 теңге болған екен бастапқыда. Келесі бізде 7-ші есеп. Есептерді шығар. А нұсқасы автобекеттен бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытта автобус пен такси шықты. Таксидің жылдамдығы, яғни В1 90 км/сағат, ал автобустың жылдамдығы одан 2 есе кем. Неше сағаттан кейін олардың арақашықтығы 540 км болады дейді. Так, 7-ші есепте бірінші В1 бізде 90 км, екінші белгісіз, бірақ 2 есе кем, арақашықтығы 540 км болады. Уақыты қанша сағаттан кейін дейді. Осы қанша сағаттан кейін табуымыз керек. В2-ні табу үшін 90-ды бөлеміз 2-ге, өткені 2 есе деп тұр ғой. 45 км/сағат бұл бізде автобус. Енді жақындау жылдамдығын табамыз. В1-ге В2-ні қосамыз. В1 бізде 90 болса, В2 бізде 45 мінекей шықты. Сонда қоссақ 135 км болады екен, км/сағат. Енді Т-ні табу үшін, яғни сағатын S-ті бөлеміз жақындау жылдамдығына. Яғни S дегеніміз бізде арақашықтық 540, жақындау жылдамдығы бізде 135 болды. Сонда бөлсек 4 сағат. Сонда 4 сағаттан кейін 540 км арақашықтықта болады екен. Келесі бізде А нұсқасында автотұрақтан бір бағытқа 2 автокөлік шықты. Біреуі 80 км/сағатына, ал екіншісі 65 км жылдамдықпен қозғалды. Олар 3 сағаттан кейін
Так, олар 3 сағаттан кейін бір-біріне қандай арақашықта болады дейді. Нұсқасында бізде арақашық табуымыз керек. Қашықтау жылдамдығын табу үшін V1-тен V2-ні азайтамыз. 80-не 65 азайтсақ 15 км/сағат. Енді арақашықтықты табу үшін қашықтау жылдамдықты көбейтеміз Т-ға, яғни сағатқа, 15-ті көбейтеміз 3-ке 45 км. Сонда 45 км болады екен. Келесі бізде 8-ші тапсырманы орында. Әр бәліш теңдей 2-ге бөлінді дейді. Содан кейін әрбір жартысы тағы теңдей 2-ге бөлінді. Барлық бәлішті бір тілімнен салу үшін 24 ыдыс қажет болды. Неше бәліш болған дейді. Бізде мысалы бір бәліш бар деге, оның ортасына бөлінді, тағы бөлінді. Сонда бізде 24 тәрелкеге салу үшін 4 бөлік бар мына жерде, 4-ке бөлік, сонда 6 бәліш болады екен. Жауабы бізде бастапқыда 6 бәліш болған. Келесі бізде 9-шы есеп салыстыр, яғни 12-ден 4-ті азайтып аламыз. 8 болады, мұнжағы 9, демек 9 көп, бөлімдері бірдей барлықтарының. Одан кейін келесі бізде 425-тен азайтамыз 50-ді, 475 болады, бөлімі бірдей, 190-нан қосамыз 21-ді, 211, сонда 475 үлкен. Келесі бізде 142-ге қосамыз 87-ні, 229 болады, 216-дан азайтамыз 64, 153 болады, 229 бізде көп. Келесі 57-тен 32-ні азайтсақ 25, 62-ден азайтамыз 47-ні 15, сонда 25 жағы үлкен болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.